Коммунисты рвутся опять в Маджлис, активизировав свою агитацию, свою рекламу, покупая рекламу в социальных сетях, продвигая себя таким образом, вовлекая в свои ряды молодежь, казахскую прежде всего, Аман Курчину, конечно, обрусевшую өз ана тілін білмейтін бір жек сұрындарды жинап алып қатарына. Өйткені есі сау, жөні түзу адам қазақ. Коммунистердің қатарына қосылмайды, өлсе де. Өйткені коммунистер қазақты қырған кезін біз ұмытпауымыз керек. Ол кеше болған заман. Бұрынғы ғасырлар бұрын емес, көне заманы динозаврлар жүрген кез емес. Кеше ғана біздің әкелеріміз, аталарымыз талай көрешікті көрген Кеңес одағынан. Өзім мына жасым 48-де талай олардан жаңағы коммунистікші енді коммунистер ұлттарын айтпайды. Коммунистерден өзім талай қысым көріп, бала кезімде жалғыз қазақ боп, кілең орыстың арасында орысша өсіп, орыс мектебінде оқып, сол бәрі коммунистің кесірі. Өз жерімізде кішкентай ғана азғантай халық боп, ешқандай жетістіктерге жетпей, құрып кете жаздап, әбден орыстанып, сол коммунистің кесірін біз ұмытпай, сол қазір коммунистер мәжіліске қайтадан сайланатын болса, біз оған халық боп, қазақ боп, наразылық білдіріп, қарсы шығуымыз керек. Митингке шығамыз ба, заң бұзушылыққа барамыз ба, бірақ коммунистерді мәжіліске жолатпауымыз керек. Сотталып кетсек те сол жолдың үстінде. Коммунистерге Қазақстанда жол жоқ. Коммунистер бүкіл рәміздерімен, партиясымен, бүкіл ана Оран кітаптарымен қоқыс ретінде қоқыс полигонына апарылу керек. Болды, сол жақта қалдырып кету керек оларды. Кеңес одағымен Сталин, Ленин, Голощекин, Брежнев, Қонаев бәрімен қоса тастау керек біз оны. Коммунистерге жол жоқ. Коммунистер қазақтың жауы. Компартия қазақтың жауы. Талай қазақты қырған миллиондап. Жерімізді полигон қылып жіберген, ластап жерімізді. Арал тенімізді қазір оны айта берсек, тізім бітпейді. Бір сағат отырсан да бітпейді. Қаншама зұлымдық істелінгені мына коммунистер дәуірінде қазаққа қалай оның тигенін, о жойқын соққы біз есімізді әлі күнге шейін жинаймай келетіміз. Міне 29 жыл формалды түрде енді тәуелсіздікке ие болдық, бірақ әлі күнге шейін коммунистердің ықпалы соның несінен әлі шығамай жатырмыз. Әлі күнге шейін құлшылдық сана сезім, отаршылық кезінде әбден бойымызға сіңіп кеткен, өз-өзімізді кемсітіп, өз-өзімізді ұлт екенімізді әлі сезінген жоқпыз. Сол коммунистердің кесірінен. Біздің мәжіліске коммунистер қайтадан кірсе, ол мәжілісті біз мәжіліс деп санамауымыз керек. Қазір ана Нұр Отан істеп отқан праймеризі бәрі текке қалсын онда. Онда бәрі құрысын қоса коммунистермен сол айтайын деген, сайлауға, орталық сайлау комиссиясы коммунистерді тіркесе, олар сайлауға баратын болсақ, қазақтар сайлауға барып қарсы шығайықшы, бәріне, Нұр Отаннан бастап коммунистерге шейін. Ондай мәжіліс бізге керек жоқ. Коммунистер отыратын мәжіліс, ол мәжіліс емес, ол Верховный Совет Казахской СССР қайтадан. Құрысын коммунистер. Орысша енді боқтағым келмейді. Я бы вам сказал бы, коммунисты, куда вам идти, на какие 3 буквы, со всем своим этим барахлом, гнусным багажом, ублюдочная ваша партия, коммунисты. Пойдете в Маджлис, коммунисты, вот вы зарегистрируетесь, мы будем выступать против. Лично буду призывать к массовым митингам, шествиям, протеста, неповиновения, нарушению порядка. И сам буду нарушать. Вам не место в Казахстане, коммунисты.